Баршаңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын, жасалу жолы да оңай булочканың рецептімен бөлісемін. Жылы сүтке тұз, қант, ашытқы қосып, араластырып, ашытқы көтерілу үшін 15 минутқа қойып қоямыз. Ұнға қант, сұйық май, сары май, жұмыртқа қосып, және жаңағы көтерілген ашытқымызды қосып, жақсылап араластырып, ванилин қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр көтерілу үшін 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілген қамырды аздап илеп, бөліктерге бөліп, домалақтап, домалақ қамырдың үстін кеуіп кетпес үшін салафанмен жауып қоямыз. Содан кейін осы қамырды оқтаумен жайып, сары май жағып, айналдырып, булочка жасаймыз. Дайын булочканы салафанмен жауып, 20 минутқа көтерілу үшін қойып қоямыз. Көтерілген булочканың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, духовкада пісіреміз. Булочка дайын, ас болсын.